Сәлематсыздар ма оқушылар? Биология пәні 10 сынып қоғамдық гуманитарлық бағыт. Бөлім тірі ағзалардың көп түрлілігі, құрылымы мен қызметі. Тақырып пассивті-активті тасымалдау механизмі. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты. Пассивті-активті тасымалдау механизмдерін салыстыру. Сабақтың мақсаты пассивті-активті тасымалдау процесін сипаттайды. Пассивті-активті тасымалдау процестеріне мысалдар келтіреді. Сабақтың бағалау критерийлері. Пассивті-активті тасымалдау механизмін сипаттайды, салыстырады. Жасуша тіршіліктің ең кіші құрылымдық бірлігі. Мембрана қатты емес, серпімді 3 қабаттан тұрады. Ортаңғы қабаты фосфорлипидті қабаттан тұрады. Мембрана құрамында фосфолипидтерден басқа бір молекулалы нәруыздің 2 қабаты кіреді. Нәруыздардың бір қабаты фосфолипидтердің сыртында, екіншісі жасушаның ішкі жағында орналасады. Жасуша мембранасы сыртқы факторлерден қорғап, сыртқы орта мен жасуша арасында зат алмасады. Яғни, жасушаға қоректің кіріп, қажеті жоқ заттарды шығарады. Кейбір химиялық реакциялар, мысалы хлоропласттардағы фотосинтез процесі, жасуша мембранасының атсалысуымен жүреді. Жасуша мембранасы өткізгішті қабілетке ие. Кейбір заттарды басқа заттарға қарағанда еркін өткізеді. Жасуша мембранасы арқылы органикалық заттар, нәруыз, көмірсулар, минералды тұздар, газдар, оттегі, көмірқышқыл газы, су тасымалданады. Осы заттар қалай тасымалданады? Енді оқушылар бейнероликке назар аударайық. Заттардың тасымалдануы ағза үшін қажетті заттардың ағзадан мүшелерге, мүшеден жасушаға, жасушадан жасуша ішінде тасымалдануы және қажетсіз заттардың сыртқа шығарылуы. Тасымалданудың түрлері екіге бөлінеді. Енжар, пассивті тасымалдану, белсенді, активті тасымалдану. Енжар тасымалдану, диффузия, осмос жатса, белсенді тасымалдануға ион түтіктері, цитоз жатады. Енжар тасымалдану кезінде энергия жұмсалмайды. Молекулаларды концентрациясы жоғарғы аймақтан төменгі аймаққа жылжытады. Бұл мембрананың екі жағында заттардың мөлшері бірдей болып теңескенге дейін жүреді. Судан сескенетін заттар липид қабатында еріп барып өтеді. Су және онда жақсы еритін заттар мембрана саңылауы немесе уақытша болатын нәруыз арқылы кіреді. Еріген заттар мембранадан өте алмаған жағдайда су олардың көп жағына қарай итерме күшке сәйкес жайылады. Диффузия жеңілдетілген тәсілдер осмос сүзіліс түрінде болады. Диффузия бұл оқушылар физикалық құбылыс екенді сіздерге таныс. Ол кезде заттар концентрациясы жоғарғы жақтан концентрациясы төменгі жаққа қарай өту құбылысы. Бұған тыныс алу процесі жатады. Мембрана арқылы оттек, көмірқышқыл газы осы тәсіл арқылы өтеді. Иондар, глюкоза, амин қышқылдары, майлар өте баяу өтеді. Диффузия ағынының бағыты иондардың мөлшеріне және электрохимиялық зарядына байланысты болады. Олардың тартылысы қарама-қарсы зарядқа және аз мөлшерлік бағытта өтеді. Жеңілденген диффузия бұл кезде жасуша мембраналық барьер арқылы заттардың өтуіне арнайы тасымалдаушы нәруыздар немесе өткізгіш нәруыздар көмектеседі. Бұл процесс электрохимиялық градиентпен жүреді. Осмос бұл молекулаларға жартылай өткізгіш кедергі болатын диффузиялық үдеріс. Мембрананың жартылай өткізгішті қабілеті болады. Өйткені ол өз арқылы суды оңай, ал басқа заттарда баяу өткізеді. Осмос мембрана арқылы су молекуласы заттардың аз мөлшерлі жағынан көп мөлшерлі жағына ығысуы. Сонымен қанттың шайда еруі диффузия үдерісін көрсетсе, егер қантты мембраналы қалтаға салып шайға салатын болсақ, ол кезде қанттың еруі осмосқа мысал бола алады. Жасушалық мембрана кейбір заттарды, мысалы суды жақсы өткізсе, ал кейбір заттарды өте нашар өткізеді. Осындай мембрананы жартылай өткізетін мембрана дейді.
жартылай өткізетін мембранадан су негізінен осмос арқылы өтеді. Белсенді тасымалдау бұл энергия жұмсаумен бірге жүретін молекулалар. Иондардың концентрация градиентіне қарсы жүретін тасымал. Әрбір тірі жасуша мембранасында электр заряды бар. Мембрананың электр заряды жасушаның тірі екендігін білдіреді. Иондар полярлы емес, липидтер өткізгіш емес. Бұл жерде иондық сорғы деп аталатын нәруыз түтіктер жұмысқа қосылады. Олар концентрация градиентіне қарсы тасымалды жүзеге асырады. Жасуша тіршілігін жойған кезде жасуша заттары тасымалдамағандықтан мембрананың ішкі сыртқы жағындағы энергия мөлшеріне теңеседі. Белсенді тасымалдануда амебалардағы немесе лейкоциттердегі фагоцитоз мысал бола алады. Фагоцитоз дегеніміз бұл мембранадан шыққан жалған аяқтары мен ірі бөлшектерді қармап алуы. Пеницитоз кезінде сұйық түріндегі заттар жасушаға өтеді, мембрана оны қоршап жатады. Заттардың тасымалдануы энергия жұмсалуымен ғана емес, бағыты бойынша да бөлінеді. Егер сыртқа бөлінетін болса, мысалы тыныс алған кезде көмірқышқыл газы жасушадан, немесе ішкі секреция бездерінен гормондардың қанға диффузиялануы мысал бола алады. Бұны экзоцитоз деп атайды. Егер заттар жасушаға енетін болса, эндоцитоз деп аталады. Оқушылар, енді белсенді енжар тасымалдауды салыстырамыз. Жасуша энергиясын жұмсалуы белсенді тасымалдану кезінде АТФ энергиясы жұмсалады, енжар тасымалдану кезінде АТФ энергиясы жұмсалмайды. Жасушаға енуі белсенді тасымалдануда заттар нәруыз каналдары арқылы жүреді, немесе заттарды қармауға мембрана қатысады. Енжар тасымалдануда заттар тікелей фосфолипидтер арқылы жүреді. Концентрация градиентіне тәуелділігі. Белсенді тасымалдану кезінде концентрация градиентіне қарсы жүре алады, ал енжар тасымалдану кезінде бойлай жүреді. Белсенді тасымалдануға фагоцитоз, пеницитоз иондық сорғы мысал болса, енжар тасымалдануға осмос диффузия мысал бола алады. Белсенді тасымалдану амин қышқылдарын, глюкоза иондарды тасымалдаса, енжар тасымалданды оттегі, су, молекулалық масса шағын немесе майда еритін заттарды тасымалдайды. Оқушылар бүгінгі алған білімдеріңді жинақтай отырып, оқу мақсатына сай тапсырмалар орындаймыз. Бірінші оқу тапсырмасы: берілген заттарды тасымалданатын транспорттарына қарай бөліп жазамыз. Белсенді енжар тасымал түрлеріне. Керекті заттар: фагоцитоз, су, глюкоза, натрий иондары, май қышқылдары, оттегі, көмірқышқыл газы. Дескрипторы: белсенді енжар тасымалдау механизмін салыстырып, түрлерін ажыратады. Келесі оқу тапсырмасы: суретте жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалдану сызбасы берілген. А, В, С бөліктеріндегі заттардың тасымалының айырмашылықтарын сипаттаңыз. Дескрипторы: суреттегі зат тасымалының түрлерін ажыратады, зат тасымалының түрлерінің қызметіне қарай анықтап, сипаттайды. Сабақты бекітуге арналған биологиялық диктант Classroom платформасының мүмкіндіктерін пайдаланып құрастырылды. Биологиялық диктантты көрсетілген сілтеме бойынша орындайсыздар. Биологиялық диктанттың дескрипторы: жасуша мембрана арқылы заттардың тасымалдануын сипаттайды. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер пассивті-активті тасымалдау механизмдерін салыстырдыңыздар. Сабақ барысында білімінен сайтындағы ресурстары, қосымша материалдар, Classroom мүмкіндіктері қолданылды. Осымен оқушылар, сабағымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.